Ассалаумалейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ауызашарға осындай духовкада дайындалатын ыстық тағам және де өте пайдалы әрі тез дайын болатын сәбізден салат және де дәмі ауыздан кетпейтін өте тәтті болып шығатын сникерс пирогын дайындайтын боламын. Және де бауырсақтың толық видеосы менің YouTube каналымда бар, сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Каналыма міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, басқа да рецепттерімді жіберіп алмайтын боласыздар. Бізге 500 грамм фарш қажет болады. Одан кейін ұсақтап осылай сарымсағымызды турап аламыз. Және де дәміне қарай тұз, қара бұрыш, бір жұмыртқамызды жарып, барлығын жақсылап қолымызбен араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін қолымызбен домалата отырып, котлетке ұқсас етіп, барлығын жасап шығатын боламыз. Картопымызды өте жуан қылмаймыз, шіңішкелеп осылай домалақтап турап алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, яғни фаршты екі картоптың ортасына сала отырып, домалақтап формамызға салып шығатын боламыз. Соус ретінде, яғни блендерден өткізілген қызанағымызды құйып, осылай бетін фольгамен жауып, 180 градуста 45 минут көлемінде пісіретін боламыз. Пісіп қалады деген кезде фольгамызды алып, бетіне теркадан өткізілген сырымызды сеуіп алатын боламыз. Тағы да 10 минут көлемінде духовкада ұстаймыз. Енді сникерс пирогына қантымызды, ертілген сары майымызды құйып араластырамыз. Бір жұмыртқамызды жарып, тағы да кішкене араластыратын боламыз. Құрғақ заттарымыздың барлығын араластыра отырып, дайын тұрған массамызға біртіндеп салып, венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Одан кейін қалған ұнымызды салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илеуге кірісеміз. Яғни біз өзіміз келек мөлшерде ұнымызды өлшеп алатын болсақ, қамырымыз тура осындай жұмсақ болып шығатын болады. Менде осындай домалақ форма, яғни асты осылай бөлек алынады. Осыған қамырымызды салып, тегістеп, шет жағасын барлығын әдемілеп жасап шығатын боламыз. Яғни видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын жасап шығасыздар қолдарыңызбен. Одан кейін осылай вилканың көмегімен шет жағын түзулеп, осылай орта жақтарын барлығын вилкамен яғни пісіп шығатын боласыздар. Сол кезде қамырларыңыз қатты көтеріліп кетпейтін болады. Енді салмасына варенка, яғни өте сапалы варенка қажет. Одан кейін арахисті салып, араластырып, осылай пирогымызға құйып алатын боламыз. Енді 180 градуста 30 минут көлемінде пісіреміз. Пирогымыз дайын болғаннан кейін бетіне глазурды құятын боламыз. Келесі сәбізден салатымызды дайындаймыз. Теркамыз міндетті түрде сәбізге арналған терка болуы қажет. Одан кейін осылай сәбізге арналған чим-чимді осылай араластырып, сәбізімізге құятын боламыз. Және де қызып тұрған майымызға ұсақтап туралған сарымсағымызды жақсылап қуырып алатын боламыз. Қуырып болғаннан кейін салатымызға барлығын салып, осылай жақсылап барлығын араластырып алатын боламыз. 1 сағат көлемінде, яғни барлығы жақсылап сіңу үшін бөлме температурасына қоятын боламыз. Ауызашардың 8-ші күніне арналған дастарханымыз дайын болды. Духовкада дайындалатын ыстық тағам, жұмсақ бауырсақ және де өте тәтті болып келетін сникерс пирогы және де өте жеңіл сәбізден салатымыз дайын болды. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.